Сәлем достар, бізде бүгін математикалық сауаттылықтан 4 есеп шығаратын боламыз. Енді құрметті оқушылар, сіздер осы есептерді аяғына дейін көріп шығыңыз, қолыңызға дәптер, ручка алып, толық осының барлығын шығарып отырыңыз. Құрметті оқушылар, ең бірінші ескерте кететін жағдай, алдымен видеоны тоқтатып, өзіңіз шығарып көріңіз. Яғни өзіңіздің деңгейіңізді тексеріп көріңіз. Енді шығара алмай жатсаңыз, уже дальше шығарып бастай беріңіз. Ал кеттік, біз бастаймыз. Так, құрметті оқушылар, бірінші есепте былай айтқан. Заңдылықты анықтап b минус a-ны мәнін табыңыз деген. Яғни, біріншісі 4, 7, 13, a, 49b. Яғни, сандар өсіп баратыр, значит, қосылады или көбейеді. Так, оқушылар қараңыздар. Бірінші сан 4 болып тұр, екінші сан 7 болып тұр. Яғни, не істеп тұр? 3 деген сан қосылып тұр. 3 деген сан қосылып, так, 7 болып кетті. Келесі сан 13 болып тұр. И уже неше қосылып кетті? 6 қосылып кетті. И получается, так, 13-тен кейінгі сан қандай болуы мүмкін деген бір қызықты сұрақ бар. Так, 3, 6, яғни 2 еселеніп қосылып отыр ғой. Логика осындай. Яғни 3, 6, осыдан кейін 12 қосылады. Значит, плюс 12. Так, қосылған. Так, бұл 12-ке 13 қоссақ 25 шығады. Аха, 25-ке. Енді 12-ні 2-ке көтеміз 24. Значит, бұған 24 қосылады да қанша шығады? 49. Как раз біздің сан шығыпты. Так, енді бұған тағы да қандай сан қосылады? Әрине 48 қосылады. Так, 49-ға 48 қосатын болсақ, примерно қанша шығады екен? 97, 97. Енді оқушылар, біздің A деп отқан санымыз 25-ке тең, ал B деп отқан санымыз 97-ге тең. Сонда біз 97-ден азайтамыз 25-ті. Сол кезде 72 шығады. Сонда жауабы A болады екен. Құрметті оқушылар, осы есеп түсінікті болса, давайте комментарийге бір плюс деп қойыңыздар. Кстати, оқушылар, айта кететін мәселе, осы YouTube каналды 90% адам просто без подписка көреді екен. Құрметті оқушылар, күнде видео салып отырамын, максимально мат сауаттылықтан, математикадан или пайдалы видеолар, яғни барлық адамдарға, жалпы 10-11 сыныптарға қалай дұрыс дайындалу керек, қалай 130-дан асыру керек, өзімнің тәжірибеммен бөлісіп отырамын. Және де кітаптағы ғылыми ақпараттарды сіздермен бөлісіп отырамын. Так, кеттік оқушылар, келесі есеп. Көп созбайғы. Так, бізде қараңыздар оқушылар. А және Б барабандарында 1, 2, 3, 4 цифрлары жазылған дейді. Арман әр барабанды бірлет айналдырады дейді. Яғни А-ны бірлет, Б-ны бірлет. Тілшелер тоқтаған сандары бір-біріне қосты дейді. Қосындының 5-ке тең болу ықтималдығын табыңыз деген. Құрметті достар, егер де ықтималдық десе, бір ғана формула бар өзі ықтималдықтың. П деген, П ықтималдықтың формуласы қандай? Керегі, төбесіне керегі бөлінген барлығы, яғни жалпы барлығын бөле саламыз. Так, құрметті оқушылар, керегін қалай табамыз? Қараңыздар. Так, екі барабанды бетіп айналдырып жібереді ғой. Сол кезде мынаяқтан түскен сан, екеуінің қосындысы неше болу керек? 5 болу керек. Сондай неше вариант бар екенін бірге есептейік. Қараңыздар. Так, 1 мен 4. Яғни 1 мен 4 болсақ 5. Или 4 пен 1. Яғни 2 барабан 2 түрлі ғой. Яқта 4 түсу мүмкін, яқта 1, немесе яқта 1, яқта 4 деген сияқты. Так, келесі оқушылар 3 пен 2 түсу мүмкін. 3, 2. Или 2 мен 3. Так, басқа вариант жоқ. Яғни осы 4 қана вариант бар. Енді керегі қанша болды? Керегі 4 болды. Ал енді оқушылар, бізге барлығын табу керек. Енді барлығын табу үшін құрметті оқушылар бетеміз. Так, 4 және 4. Яғни, мынаяқта 4 вариант бар, ал мынаяқта да 4 вариант бар. Яғни, 1, 2, 3, 4 түседі, мынаяқта да 1, 2, 3, 4 түседі. Значит, арасында және десе көбейтеміз. Немесе десе қосамыз. Так, және деген көбейту болса, 4-ті 4-ке бөлсек қанша? 16. Бүкілі 16 вариант бар. Яғни, сіздерге санап бере аламын қазір. Так, 1 мен 1, 1 мен 2, 1 мен 3, 1 мен 4. 4 вариант шықты. Келесі, так, 2 мен 1, 2 мен 2, 2 мен 3, 2 мен 4. Так, тағы да 4 вариант шықты. 3 пен 1, 3 пен 2, 3 пен 3, 3 пен 4.
тағы да 4 вариант. Осылай төртеуін 4 рет қоссақ 16 вариант шығады. Сонда жалпы бізде барлығы 16 вариант бар. Енді 4 пен 16-ны қысқартамыз. Так, сол кезде 4-тен 1 болады. Сонда жауабы С жауабы болады екен. Так, мынау екінші сет түсініксіз болса, оқушылар комментарийге минус қойыңыздар, и барынша сіздерге түсіндіруге тырысамын сол комментарийде. Если что, комментарийге любой сұрақтарыңызға жауап беремін. Так, құрметті оқушылар, Ардақ қаламсаптарын 3, 4 немесе 6-дан топтаса, біреуі артылып қалады дейді. Ардақта ең кемінде неше қаламсап болуы мүмкін дейді. Қараңыздар оқушылар, бұл есеп ең анау жек көретін тақырыптарыңыз бар ғой, ең үлкен ортақ бөлгішін тап дейді. И бұл жерде ең кіші ортақ еселігін табамыз. Қараңыздар. Так, 3, 4, 6. Так, 3, 4, 6. Үшеуіне де бөлінетін ең жақын сан қандай? Ол 12. Яғни, қараңыздар оқушылар, 12 3-ке бөлінеді, 12 4-ке бөлінеді, 12 6-ға бөлінеді. Одан да жақын сан жоқ, чтобы үшеуіне де бөлінетін. Значит, ең кіші сан қанша болып тұр? 12 болып тұр. Енді біз 12-ге просто так 1-ді қоса саламыз. 12 қосылған 1 тең 13 болады. Енді не үшін дейтін сұрақ туындайды ғой сіздерде, қараңыздар оқушылар. Біз 13 қаламсап алдық қой, так, оны үшеуден топтасақ, 3 3 3 3. И біреу артық қалады. Төртеуден топтасақ 4 4 4. Біреуі тағы да артық қалады. Ал алтаудан топтасақ 6 6 и тағы да біреуі артық қалады. Сол үшін біз 12-ке 1-ді қоса салдық и 13 шықты. Так, келесі. Құрметті оқушылар, бізде қараңыздар. Дүкенде сатушы балмұздақ бағасын 20%-ға көтеріп 180 теңгеден сата бастады дейді. Так, Айша дүкеннен бағаны көтергенге дейін 500 теңгеге неше балмұздақ алар еді дейді. Қараңыздар оқушылар, бізде 20%-ға көтерсе, міне қараңыздар, всегда бастапқы баға 100% болады. Яғни 100% бастапқы баға болады. Енді 100% бізге белгісіз x болып тұр. Пропорция дейтін теманы білесіздер ғой. Так, 100% x болып тұр, ал 20%-ға көтергеннен кейін дейді. Так, 100 болып тұр. И 120 болады ғой, короче. Доллардың бағасы сияқты. Так, 100 болып тұр и 120%. Так, 120% ол 180 теңгеден деп тұр. Міне. 180 теңгеден сата бастады дейді. Қараңыздар оқушылар, x-ті пропорциямен тауып аламыз. Яғни бұлай көбейту арқылы. X тең 100-ді 180-ге көбейтеміз да, и 120-ға бөле салады екенбіз. Сол кезде оқушылар 150 шығады ғой, короче. Калькулятор бар ғой, қолдарыңызда есептеп алсаңыздар, вот маған сенбегендеріңіз. Так, кеттік. Бастапқы бағасы получается 150 теңге болған. Айша дейді, бағаны көтергенге дейін, яғни бастапқы бағаға 500 теңгеге қанша балмұздақ алар еді деп тұр ғой. Так, сонда қанша алады екен ол? Үшеу алады ғой, получается 500-ді. Так, 150-ге бөлеміз. 3 бүтін бір нәрсе, енді морожененің жартысын берші деп айтамайды ғой. И сондықтан бүтін бөлігін аламыз, ол 3-ке тең екен. Құрметті оқушылар, қателеспесем 4 есебіміз аяқталды, егер де осы YouTube осы формат ұнаса, осы нұсқа талдау ұнаса, лайк басып, комментарий басып кетіңіз. Сіздің әр сөзіңіз, сіздің әр лайкыңыз мен үшін мотивация оқушылар. Және де оқушылар, осы видеоның соңында сіздерге айтайын, жалпы мен есім Азамат, тағы да таныстыра кетейін, білмейтіндер үшін, жалпы осы ОБТ саласында 4 жыл болды жүргеніме, математикалық сауаттылық және математика бойынша офлайн онлайн курстар бар. Егер де марафонға қатысам, тіркелем десеңіз, төменде WhatsApp номер қалдырып кетем, соған жазыңыз. Ал жақсы, сау болыңыз, көріскенше.